Сәлем құрметті достар, сіздермен әсем Нұр. Бүгін сіздермен қазақ тіліндегі ең әдемі 10 сөзбен бөлісетін боламын. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше біздер бастаймыз. Қазақ тіліндегі ең әдемі сөз айналайын. Айналайын үлкеннің кішіге деген ризашылығын, махаббатын білдіретін, басқа ешбір өзге тілде баламасы жоқ көркем сөз. Ал қазақ тіліндегі ең әдемі сөздердің үштігін, ең қадірлі де қасиетті ұғымдар ана мен әке сөздері енді. Жаным сөзінің қазақ тіліндегі алатын орны ерекше. Аталмыш сөз ең қымбатты деген жандарға айтылады. Жаным сөзі 4-ші орында. 5-ші орында нәзік жандыларға қаратылып айтылатын аяулым сөзі. Айта кетейік, бірнеше жылдан бері аяулым Қазақстандағы ең танымал есімдердің бірі болып келеді. Құлаққа жағымды естілетін келесі сөз құлыным. Құлын жылқы төлі, ал қазақ халқы қашанда жылқы малын қадір тұтқан. Ең әдемі 10 сөз қатарын рахмет, атамекен, сезім және арман сөздері толықтырады. Ал қазақ тіліндегі ең жағымсыз сөз құқық екен. Алайда қазақ тілінде ана тілімізде жағымсыз сөздің болуы мүмкін емес. Сіздермен болған әсем Нұр. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.